Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауданының Кеңес орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Нигмета Салтанат Ғалымжанқызымын. Бүгінгі бізде 5-ші сыныптағы математика пәнінің екінші тақырыбы ол бізде санның пайызын және пайызы бойынша санды табу. Сабақтың оқу мақсаты берілген санның пайызын табу және берілген пайызы бойынша санды табу. Енді сәйкесінше сабақ мақсаты бізде пайыз ұғымын қайталау және жаңағындай санның пайызын табу. Енді біз өткенде санның пайызын табу үшін біз алгоритмін білеміз, Енді сол алгоритмге сәйкес біз формуласын құрастырсақ, формуласы бойынша b тең a көбейтілген p бөлінген 100-ге. A дегеніміз ол берілген сан, p дегеніміз ол бізде пайыздар, а v дегеніміз ол берілген санның пайызға сәйкес мәні, немесе ізделінді сан. Енді осы санның пайызын табуға біз бірнеше есептерді қарастырамыз. Бірінші есеп: сүтті өңдеу кезінде 5% ірімшік алынды. 20 кг сүттен қанша ірімшік алуға болады? Бұл шешуін табу үшін біз екі тәсілмен шығаруға болады. Бірінші тәсіл: пайызды санға айналдырып, содан кейін жаңағы санды бір-біріне көбейту. Екінші тәсіл: онда пайызды санға айналдырып, бірақ бірінші тәсілде ондық бөлшекпен, екінші тәсілде жай бөлшекпен көбейтуге болады. Жауабы 10 кг. Екінші есеп: 45 кг бидайдың 20%-ын табуымыз керек. Ол үшін 45-ті көбейттік 0,2-ге тең 9 кг. 0,2 дегеніміз ол 20%-ды біз санға айналдырып алдық. Сонда шыққан мәніміз 9 кг екен. Үшінші есеп: 140-тың 23%-ын табу үшін алдымен пайызды ондық бөлшек түрінде өрнектеуіміз керек. 23%-іміз ол 0,123, содан кейін көбейтеміз. 0,123-ті 140-қа, сонда шығады екен 32,2-ге. Бұндай есептерді біз сендермен шығара аламыз. Келесі бізде төртінші тапсырма. Ол бізде микрокалькуляторды пайдаланып берілген санның пайызын табу алгоритмі. Мысалы қараңдар, 60 санның 20%-ын табу үшін біз не істейміз? Бірінші микрокалькуляторға 60 санын енгіземіз, содан кейін батырманы басамыз, микрокалькулятор 20 санын енгіземіз, содан кейін пайыз клавишасын басамыз, сонда индикаторда 12 саны көрінеді екен. Балалар, мына тапсырмаларды өздерің микрокалькулятормен есептеп көріңдер. Келесі тапсырма балалар мынандай кестені толтыруымыз керек. 1% 8 бол үшін. Ол үшін не істеу керек? Бірінші пайызды санға айналдырып аласыңдар, содан кейін үстінде тұрған сандарға көбейтесіңдер. Мысалы 1% дегеніміз ол 0,100-ден 1, сол санды 8-ге көбейтесіңдер. 0,100-ден 1-ді 400-ге, 0,100-ден 1-ді 78-ге. Дәл солайша көбейтіп шығасыңдар. Келесі, мынаны балалар естеріңде сақтаңдар. 100% ол 1-ге тең, 50% 2-ден 1-ге тең, яғни жартысына. 25% 4-тен 1 бөлікке тең, 75% ол 4-тен 3 бөлікке тең. 20% 10-2-ге, 30% 10-3-ге, 40% 10-4-ге, дәл солайша жалғаса береді екен. Сонымен балалар, сабақты қайталау үшін мына сұрақтарға жауап берулерің қажет. Пайыз деп нені айтады? Пайызды бөлшекпен, бөлшекті пайызбен қалай өрнектейді? Берілген санның пайызын қалай табуға болады?